Баршаңызға сәлем. Мінекей осылай шалбардың өлшемін аласыздар. Ұзындығы керек, мен 99 алдым. Бөксесінің айналасы 62 болды. Тізесінің айналасы 24, мынау бөлмей жазғаным. И балағының айналасы 20. Біз жартақ бөлігін аламыз. Бір шетін жарты бөлігін. Мінекей қазір мен осыны сіздерге көрсетемін. Әркім өз өлшемін алу керек. Бұл жерде менің берген размерім, мына жерде көрсеткен. Бұл стандартный размер. Қазір 58 размерде біреулердің қарындары дәу, үлкен, бөкселері үлкен болады. Сол себептен өз өлшемдеріңізді өлшеп, содан кейін салыңыздар. Мінекей, мынандай мен матамды алып алдым. 2 қабат мата. Мен қағазға салып көрсетіп жатырмын. Осында 2 қабатын аласыздар да. Мен әзір бірінші ұзындығын алып аламын. 99 қайтаруына қосу керек біз. Мен бұл жерде 100 қып алдым. Мына 100 өлшеп алдым. Ол мына жерге келді. Қазір мен осыны сызып аламын. Мінекей мен ұзындығын 100 алдым. Сіз өзіңіздің шалбарыңыздың ұзындығын аласыз. Мінекей мен бұлай сызып алдым. Міне сызып алдым. Енді осы жерден біз бірінші мына бөксесін саламыз. Бөксесін бөліп, мына оба, мерге жазып қоям. Обаны бөлеміз 2-ге. Сонда 62 сантиметрімізді 2-ге бөлеміз. Ол мына жерге келді міне. Мына жағы да солай 62 сантиметрді 2-ге бөліп саламыз. Ол мына жерге келді. Енді біз осы линияны сызып аламыз. Міне сызып алдым. Мына жағы да 62 бөлу 2-ге. И мына жағы да 62 бөлу 2-ге. Міне өз меркаңызды осылай алып, шаршы сызып аласыз. Мінекей менде осындай 4 бұрыш пайда болды. Енді мына жерден біз толық адамдарға негізі 6 сантиметр алған жақсы. Осы жермен мына жерді жоғары қарай 8 сантиметр көтереміз. Мына қарай. Мына бұрышты біз 3 сантиметр аламыз. Сөйтіп осыны осылай жұмырлай саласыз. Егер резинка салып кие салам десеңіз, мына жердегі несі керек емес, замок салам десеңіз, алдынан осындай қосып аласыз. Бұл жерде әле түйме, әле замок салынады. Мінекей. Қарап тұрсаңыз өте жеңіл. Енді осы 2 арақашықтықты дәл ортасын тауып аламыз. Мінекей. Осы арақашықтықты мына екеуін. Көп қыздар мына жерден бөледі. Ол дұрыс емес. Мына жерден бөлесіз. Сөйтіп бұны тіке сызып аламыз. Міне мен сызып алдым тіке. Енді мына жағының бәрі бітті. Біз енді тізе табуымыз керек. Тізе табу үшін осы ұзындығымызды ортасын тең бөлеміз. Міне. Енді осыны біз сызып аламыз. Міне осылай сызып алдым. Енді мына жерге бұл тізе. Мерге жазып қояйын, тізе. Тізесі бізде 24 сантиметр болды. 24. Осы 24-ті бөліп саламыз енді үш жерге. Мына осылай қойып, мына ортадан аласыздар. Сонда 12 сантиметр бұл жақа, 12 бұл жақа қойып саламыз. Ол мына жерге келді міне. Енді балағы, мына жерде балақ. Бұл балағымыз біздің 20 сантиметр дедім. Міне 20. 20-ны да бөліп саламыз. Осы жерден былай қарай 10. Мына жақа да 10 аламыз. Міне. Сөйтіп белгілеп аламыз бұны. 10-10-ды. Енді осы точкаларды қоса салсақ, бізде шалбар шығады. Мінекей, бірінші тізесіне қосып аламыз біз. Мына жағында солай қосып аламыз балағына шейін.
мына бетін де солай қосып аламыз. Міне көріп тұрсаңыздар, біздің шалбарымыз шықты. Бұл жерде ешқандай запас алмаймыз. Егер тарылтам десеңіздер, онда мына жерден тарылтуға болады. Ішке қарай 1,5 сантиметр алуыңызға да болады. Тарғылам десеңіз, жабыстырып саныңызға. Мінекей, осы жақтан үстіп алуға да болады. Тар киім десеңіз. Атак өзін алсаңыз, бұл свободный, үлкен адамдарға өте жарасады, әдемі болып тұрады. Мінекей, осылай мұқият соңына шейін көріп, байқап, тоқтап, қайтып түсіріп салсаңыз, бұл жерде ешқандай формула ана-мына қолданған жоқпын, бәрін бөліп сала салдым. Міне қазір енді мен сіздерге бұны қырқуын көрсетемін. Әрқайсы екі матадан болу керек. Мен ешқандай запас алмаймын бұндан. Мінекей, енді мына жерін кесеміз. Міне осы, если сіздер тек резинкамен алдына замок самайын десеңіздер, онда мынаны қырқып ап тастай саласыздар, сонда осындай болып тұрады. Осы, міне алды болады. Бұл алды екеу болу керек. Көрсетеміз сіздерге. Мінекей, екі алды шықты бізде. Мына артқы бөлігін пішу үшін біз мына алдыңғы сызбамызды қойып, осы арқылы біз пішіп үйренеміз. Мына жерден, міне тура осы алтының қасынан біз және 6 сантиметр аламыз. Мына жер 8 сантиметр болған, оны бұлай қосамыз жұмырлап. Енді мына тұстан, мына тұстан біз қазір мынаны қайтара салайын. Міне осы жерден бұлай қарай біз және 6 сантиметр алып, жоғары қарай 4 көтереміз. Міне. Көтердік. Енді мына шеттен де біз солай алтыны аламыз. Міне алып алдық алтыны. Енді біз осы линияны қосамыз. Міне қосып алдым. Міне қосып алдым, көрдіңіздер, міне жері 6, мына 8 сантиметрді бұлай қоса салдым. 4 жоғары түсірдім, мерден 6. Осы 6 мынаяқтан да алыну керек. Енді мына жерден бізде 1,5 сантиметр аламыз. Мына жерден де 1,5 сантиметр аламыз. Мына жақтан да 1,5 аламыз. Мына тізенің тұсынан да 1,5. И мына жерден де біз 1,5 сантиметр аламыз. Енді осы точкаларды бір-біріне қоссақ, шалбардың арқасы шығады. Міне, қазір қосып аламыз біз бүйтіп, міне. Міне ағында қосамыз солай. Барлық 1,5-ды қосып шығамыз. Осылай. Мінекей қосып шықтым. Сіздерге түсінікті болды деймін, мұқият қарасаңыздар, бұл жерде қиын еш нәрсесі жоқ.
мінекей арқасы қазір осы жерге біз алдын қоямыз. Алдын қойған кезде осылай қойып аламыз. Бірінші боковой шопты тігуіміз керек осы жағын. Екіншісінде тура солай қойып аламыз да, осы боковой шобын тігіп шығамыз. Одан кейін барып, мынау ортадағы тігісті тігеміз, мыналар бір-бірін тақап. О тігіс барысында көрсетемін. Сіздерге ең керегі өз өлшемдеріңізді қойып, осылай пішіп алуларыңыз керек.